Баршаңызға сәлем. Бүгін көтерілуді қажет етпейтін 5-10 минутта дайын болатын пирожкидің қамырының жасалу рецептісімен бөлісемін. Қамырымыз тез дайын болатындықтан алдымен салмамызды дайындап аламыз. Кез келген салмалардан жасасаңыздар болады. Мен картоптан жасаймын. Алдымен картопты суға пісіріп аламыз. Пиязымызды ұсақтап турап, табаға өсімдік майын құйып, қуырып аламыз. Дәміне қарай бұрыш саламыз. Суға піскен картопымызды пюреге айналдырып, қуырылған пиязымызды салып, дәміне қарай тұз салып араластырамыз. Салмамыз дайын, енді қамырымызға көшеміз. Ыдысқа 1 стакан жылы су құямыз. 1 шай қасық тұз саламыз. 2 шай қасық ашытқы саламыз. 2 шай қасық қант салып, кішкене стакан өсімдік майын құйып, 3,5 стакан ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Бұл қамырдан пицца, самса, бауырсақ пісірсеңіздер болады. Қамырымызды 12 бөлікке бөліп аламыз. Қамырды жайып, салмамызды салып, жақсылап түйеміз. Духовкаға не болмаса майға қуырсаңыздар болады. Мен духовкада пісіремін. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градуста қызып тұрған пеште дайын болғанша пісіріп аламыз. Өте жұмсақ, дәмді, тез дайын болатын пирожкиларымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап, пікірлеріңізді комментарияда жаза отырыңыздар. Ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Әйгерім.